Маған оқырмандардан осы жалақының 50%-ын ұстау заңды ма деген сұрақ өте көп келетіндіктен, бүгін осы видеода мен сіздерге сол жайлы толық ақпарат берейін деп шештім. Олай болса, бастаймыз. Баршаңызға сәлем, заңгер Әйгерім Ермекбайдың каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма жазылып, колокольчикті басып қойсаңыздар болады. Рахмет үлкен. Достар, қандай иіс керемет, Энри Бонар гүлдер дүкеніне сіздер осы келе жатқан көктем мейрамдарына байланысты аналарыңызға, қыз келіншектерге, сондай-ақ жұбайларыңызға осы гүл дүкенінен тапсырыс берсеңіздер болады. Мен Энри Бонар гүл дүкенінің инстаграмдағы парақшасын міндетті түрде төменде қалдырып кететін боламын. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 115 бабына сәйкес жұмыскердің жалақысынан ұстап қалулар сот шешімі бойынша, сондай Қазақстан Республикасының заңдарында және осы кодексте көзделген жағдайларда жүргізіледі. Бірнеше атқарушылық парақтары бойынша жалақыдан ұстап қалу кезінде, сондай Қазақстан Республикасының заңдарында және кодекстің осы бабында көзделген жағдайларда ай сайынғы ұстап қалудың мөлшері жұмыскерге тиесілі жалақының 50%-нан аспауға тиіс. Сонымен бүгінгі видеоны қорытындылайтын болсақ, сіздің жалақыңыздың 50%-ын ұстап қалу үшін міндетті түрде соттың шешімі немесе исполнительная надпись болуы қажет. Банк, коллекторлық компания, онлайн займдар соттың шешімі болмай, жайдан-жай сіздің жалақыңыздан ұстап қалуға құқығы жоқ. Ал егер сізде бір немесе бірнеше банктерде кредитіңіз болса, онда олардың әрі қайсысы сол 50% жалақыны ұстауға құқығы жоқ. Себебі бұл жерде барлығы сол 50% жалақыны, яғни между собой бөліп алу керек. Яғни қанша жерге қарыз болсаңыз да, сіздің қалтаңызда жалақының 50%-ы қалу керек. Ол жағдай әрине сот арқылы жасалынады. Оны қалай жасаймыз деген сұраққа жауап алу үшін төменде көрсетілген менің WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Құрметті менің оқырмандарым, сіздерге айтудан жалыққан емеспін. Айта беремін де. Сіздің заң жағынан сауатсыз болғаныңыз сізден басқаның барлығына тиімді. Естеріңізде болсын, ешқашанда кредитті төлемеген үшін сіз екінші сорттағы адам болып қалмайсыз. Тек қана ең бастысы өз құқықтарыңызды білсеңіз болғаны. Осымен достар, бүгін сіздермен жалақының 50%-ын ұстап қалу жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Сондай-ақ каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.